Барлық мақтау әлемдердің Раббысы болған Алла Субхану ва Тағалаға тән, және елшілердің ардақтысы болған, әлемге рахмет етіп жіберілген пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға және оның жанұясы мен оның сахабаларына Алла Субхану ва Тағаланың сәлемімен игілігі болсын. Алла Тағала Құран кәрімде былай дейді: Я айюхаллазина аману аттақуллаха вальтанзур нафсум ма қаддамат лиғад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун дейді. Ей момындар, Аллахтан қорқыңдар, әркім ертең үшін не жібергеніне қарасын. Және Аллахтан қорқыңдар да, әрине Алла Субхану ва Тағала сендердің бүкіл амалдарыңды жақсы білуші. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің мұбарак хадисінде былай дейді: Лайса шадиду мен ғалабан нас, валакинна шадида мен ғалабан нафс. Мықтылық деген ол адамды жеңу емес, бәлкім мықтылық нәпсіні жеңу деді. Міне бұл хадистен біз көптеген өзімізге пайдалар аламыз. Жалпы адамның дәрежесі Алла Тағаланың хұзурында ол сабырлығына байланысты дәрежесі көтеріледі. Сондықтан сабыр үш түрлі болады дейді ғалымдар. Бірінші, харам істерге сабыр ету. Яғни Алла Тағала не нәрсені харам етіп қойды, ол харамнан өзін тыйып, нәпсін ұстады. Екінші, ол Алла Тағалаға құлшылық қылып атқандағы сабырлығы. Әрине құлшылық ол нәпсіге қатты еді. Сондықтан соған сабыр ету. Үшінші, қайғы қасіретке сабыр ету. Міне енді осы күнә істерге сабыр ету ол сабырлықтың ең жоғарғы дәрежесі. Ал енді біз сабыр деген не? Соған келіп тоқтайық. Сабыр дегеніміз негізгі мағынасы ол нәпсіні тыю. Қай жағдайда болсын, қиыншылық жағдайда болсын, бір ләззатқа батып жатқан болсаңыз да, ол нәпсіні тыю. Ол нәпсі жалпы о бастан келе жатқан адамға тән қасиет. Үш нәрсе адамнан ешқашан ажырамаған: ақыл, нәпсі, иман. Ол адаммен бірге туылған нәрсе. Қай нәресте болмас, мұсылман болып туылады. Оны насрани да, оны яхуди да қылатын кім? Әке-шешесі тәрбие беріп оны басқа дінге аударды. Адам жастайынан тәнге мұқтаж болғандықтан нәпсі тез дамиды екен. Ақылы кейіннен дамиды. Сондықтан да ғалымдар бұл нәпсіні кішкентай сәбиге теңеген. Сәбиге не? Бақылау болмаса, қолын әр нәрсеге жұмсайды. Күйіп қалуы мүмкін, болмаса бір жерге түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан сәби сияқты оған қараңдар деген нәпсіні. Яғни тәрбиелеңдер деген. Бұл нәпсі өзіміздің болмысымыз. Одан ешқашан ажыра алмаймыз, өлтіре алмаймыз. Не істейміз енді? Нәпсіні тәрбиелеу керек. Нәпсіні алғашқы тәрбиетін жолдар жақсы жолдас таңдау керек. Досың жақсы болса, ол қияметке жетелейді. Досың жаман болса, ол дүниеге жетелейді. Жақсы дос сенің бүкіл айыптарыңды айтып отырады. Мұсылман адам бір-біріне айна деген. Сенің кемшілігін көрсе айтып қояды. Оны қабылдамау керексің. А егер мысалы жағымпаз достар ешқандай пайда бермейді, сен тек жақсылығыңды айтады, бол, жаман нәрсе болса жасыра салады. Олардан қарағанда ақылды дұшпан артық. Сенің жамандығыңды айтады, турлайсың. Бірақ та сенің кемшіліктеріңді айтып жатқан болса, бұны не істеуіміз керек? Қабылдауымыз керек. Өйткені бұл нәпсі деген нәрсе шаян, жылан тәрізді. Аяғың астына өрмелеп жүрген болса, байқа, аяғыңда жылан жүр, шағып алады десе, сен қашасында кейін оған рахметіңді айтасың. Алла разы болсын, осы пәлекеттен құтқардың деген. Бірақ та жылан мен шаян шақса не істейді? Өркін ауыртады. Ал нәпсі сені шағатын болса, ол сені отқа алып барады, тозақ отына алып барады. Сондықтан бұл нәпсінің өзіне тән жаман қасиеттері бар. Еріншек, жалқау болады. Тәрбиесі нәпсі деген сондай болады. Оны ғалымдар түйе құсқа да теңеген. Түйе құсқа теңегенде ол түйе құс деп аталынады. Сен түйесің ғой, жүк тарт десе, мен түйе емеспін жүк тартатын, бәлкім мен түйе құспын деп басын алып қашады. Жарайды, сен құс болсаң, құстар сияқты аспанда қалқып ұшшы десең, жоқ, мен түйе құспын, жерде жүремін дейді. Осылай басын алып қаша береді. Асауат сияқты ол да. Асауатқа жүген салмасаң, ешқашан епте алмайсың. Нәпсі де сондай. Сондықтан оны үнемі жүгендеп отыру керек. Таңертең тұрғанда өзімізге, нәпсімізге ескерту беріп тұру керек. Я нәфсу туби фа иннал маута қад хана фаасил хауа фал хауа лазала фаттана фи кулли йаумин лана майитун нушайиуху нанса бимасраихи аthara mautana
Я нафсу мали валил амвали аджмауха фалмару яхруджу мин дүнияху урьяна деп айттыңыз. Ей нәпсі, тәубе ет, өлім деген аяқ асты. Бекершіліктің бәрін таста, бұл бекершілік деген дүниенің фитнасы. Ей нәпсі, күнде біз адамдарды арғы дүниеге сапарына аттандырамыз, бірақ сол орында өзіміздің өлетімізді ұмытамыз. Ей нәпсі, мал дүниені неге жинап жүрсің? Адамдардың барлығы бұл дүниеден жалаңаш өтіп жатқан болса деп айттыру керек. Бір күнәні тастау мың жақсылықтан да жақсырақ екен. Сондықтан да момынның жүрегі әрдайым ояу болу керек. Өлі жүректі тірілту керек. Тірілтіп оған амал қылу керек. Өйткені Құран кәрім не деді? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ деген. Кімде кім шаңның түйірінде бір жақсылық істейтін болса, ол оны көреді. Ал кімде кім шаңның түйірінде жамандық істейтін болса, ол оны көреді деген. Алла Тағала бізге бұл жерде неге ескертіп жатыр? Сенің кішкентай бір шаңның түйіріндей амалың ол саған қияметте ұсынылады. Сондықтан ей нәпсі, өлімді еске ал. Өлімге дайындал. Өлім деген нәрседен ешкім құтылмайды. Өлімге егер қадам бассаң, ол сенің алдыңнан қарсы алады, егер қашсаң артыңнан қуып жетеді. Сондықтан да алдыңда келе жатқан 2 метр қабірді еске ал. Қабір деген ол жәннат бақтарынан бір бақ, тозақ шұңқырларынан болған бір шұңқыр. Қабір білсең, күнде сені еске алады. Күнде саған жар салып айқайлайды: ей пенде, мен сондай қап-қараңғы үймін, мен сондай қап-қараңғы қорқынышты үймін, менің ішім бәрі құрт құмырсқаға толған бір үймін дейді. Бұл барзақ әлемнің артынады. Одан да қатты бір не бар? Күн бар, оны еске ал. Ол күндері сәбидің шашы ағарады. Адамдардың бәрі мас күйінде болады. Әйел омырауындағы емізулі баласын ұмытады. Әрбір жүкті өз жатырындағы нәрсесін тастайды. وَيَوْمَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ол күні адамдарды мас күйінде көресің дейді, бірақ олар мас емес. Бәлкім Алла Тағаланың азабы қатты. Міне осы күннен кейін тағы бір қатты күн бар. Оның оты қатты. Суы қайнаған су, сусыны ірін, киімі оттан, темірден болған тозақ. Онда Алла Тағаланың ешқандай рахметі жоқ. Білгін, тағы да осының артында бір жақсы күндер бар. Ол ені аспан мен жердің арасындай жәннат бағы бар. Оған тек қана кімдер кіреді? Тақуалар кіреді. Ей нәпсі, сен Алла Тағаланың харам еткендерінен тыйылғын. Егер де ол нәрседен тыйылатын болсаң, сауапқа ие боласың, Аллахтың азабынан құтыласың. Сол сияқты, ей нәпсім деп оған пайғамбарымыздың Миғражға көтерілген хадисін ескеру керек. Пайғамбарымыз Миғражға көтерілгенде бір топ қауым жақсы тағамды тастап, иісі жаман, сасық тағамдар жеп жатқанын көреді. Сонда пайғамбарымыз: ей Жибрил, бұлар кімдер дегенде, бұл сенің үмметіңнің халал тағамды тастап, харам тағамды жеп жатқан үмметің деді. Сол сияқты осы адамдардың денесінен шығып жатқан ірін суды ішіп жатқан адамдарды көріп, пайғамбарымыз: ей Жибрил, ал бұлар кімдер дегенде, бұл сенің үмметіңнің ішіндегі үнемі арақ ішіп жүрген адамдар дейді. Сол сияқты тозақтың патшасы, түрі өте қорқынышты ұсқын болған Мәликті еске алды. Өйткені Мәлик сенің алдында мысалы тұрып бүкіл амалдарын сұрайды: сен не істедің? Мына малды қайдан кәсіп қылдың? Қайда жұмсадың? Осыны ұмытпау керек. Сол сияқты Аллах Тағала мына аятын үнемі еске алып жүріп, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ деген. Раббыңа сер, олардың бәрі сұраққа алынады, істеген істері үшін дейді. Бұл аятты үнемі пікір қылу керек. Өйткені қияметте біз барлық нәрсемізден сұраламыз. Бізді қазір мысалы камераға түсіріп жүргенде періштелер, ертең тура саған осыны көрсетіп қояды. Сонда бір шанның түйірінде бір еш нәрсені қалдырмай жазыпты ғой дейсің. Қаңғыбас деген бір динар болады. Білгенін істейді, ешқандай амал қылмайды. Оның салық бір анасы болады. Үнем ол ona: балам, намазды оқысайшы, дұрыс жолға түсейші,
Құдайдан қорықсайшы деп үгіттейді. Бірақ та оның насихатына ешқашан құлақ салмайды. Күндер өтіп, ол қабірдің алдынан өтеді. Қабірде бір адамның сүйегін көреді. Қолына алады. Ол сүйекті қолына алғанда өгітіліп шашылып кетеді. Сонда ол пікір жүгіртеді. Ей Динар дейді. Ертең сен де осы сүйек сияқты боласың ғой. Сенің де сүйегіңді біреу ұстап осылай үгітеді ғой. Неге бұл күнді еске алмайсың дейді. Алла субхану ва тағалаға тәубе етіп, «Я Рабби, істерім бәрін саған тапсырдым. Мені өз рахметіңе ал, мені өз кеңшілігіңе ал» деп Алла тағалаға жалбарып дұға қылады. Үйіне кетеді. Үйіне барып бірден анасына қарай бағытталады. Жүрегі өте толқуда. Реңдері өзгерген. «Ей анашым, мырзасынан құлы қашып кетсе, оны ұстап алған екен не істейді?» дейді. Әрине оның аяқ қолдарын кісендейді, тамағын азайтады, үстіне қатты киімдер береді. Дегенде, «Ей анашым, осы құлдарға мырзасы не істесе, маған да сол нәрсені істеші» дейді. Анасы таңғалып, «Жарайды» дейді. Оған аяқ қолын кісендейді, үстіне қатты киімдерді береді, тағамын азайтады, сусын азайтады. Ол осылай түнде тұрып Алла Тағалаға жалбарды. «Я Рабби, Я Рабби, күнәларымды кешір». Ей Динар, сен Аллахтың қаһарына қалай қарсы келіп жатсың? Тозақ отына не қорқпайсың ба? деп қатты жылап жалбарынады. Оны естіп анасы жүгіріп келіп, «Ей ұлым, өзіңді бассайшы, тынығып алсайшы» дейді. «Жоқ, анашым» дейді. «Бәлкім мен бұл дүниеде құлшылық қылайын. Алла субхану ва тағала мүмкін мені жәннат бағында демалтырар. Бірақ та білмеймін, Алла Тағала мені қай жерге тастайды? Тозаққа тастайды ма? Жәннатқа тастайды ма?» дегенде, анасы «Қойсайшы, өзіңді бассайшы, тынығып алсайшы» дейді. «Ей анашым» дейді. «Егерден сен бір топ адамдармен қиямет күні жәннатқа кіріп жатсаң, мен бір топ адамдармен тозаққа кіріп жатсам, мен қалай тынығамын?» деді. Анасы оны сол халінде тастап кетеді. Сонда ол түнімен аятты оқып жатыр. «Фавараббика ланас'аланнахум ажмаин амма кану я'малун» деген аятты оқиды. Раббыңа сер, олардың бәрін сұраққа аламыз, істеген істері себепті деді. Ол не істеп қойды? Жүрген жүрістің бәрі күнә болды, істеген істердің бәрі бұзғыншы іс болды. Соларды қатты пікір қылды. Тіпті түбіне жетіп талып қалады. Оның дауысы естілмеген анасы жүгіріп келеді. «Ей балақайым» дейді, сілкіп көреді. Кішкентай тынығып отырады. Анасы, «Балақайым, ертең күні қиямет күні жолығатын жеріміз қай жер?» дегенде, сол кезде баласы оны естіп, кішкентай басын көтеріп, «Анашым» дейді, «Ертең күні қияметтің тұрағында мені таба алмасаң, тозақтың патшасы Мәликтен сұрарсың» деп бір тыныс алып өліп кетеді сөздің жаны шығып. Анасы оны сол түні жуындырады, кепендейді, адамдарды шақырып жаназасын оқытады. Ол күні адамдар өте көп жиналады. Жаназасын оқып барып жерлегеннен кейін оның достарының бірінің түсіне кіреді. Түсінде қараса жәннат бағында жасыл шапан киіп алған Алла Тағаланың мына кәламын оқып жүр. «Фавараббика ланас'аланнахум ажмаин амма кану я'малун» деген аятты оқып жүрген болады. Кеп досына айтады: «Ей достым, Алла Тағала мені сұраққа алды, өз рахметіне алды. Кеңшілігіне алып, күнәмді кешіріп жіберіп, жәннатқа кіргізді» деген. Міне нәпсіге осындай қорқынышты хабарлармен жақсы хабарларды үнемі ескерту керек. Мұнаббихат деген кітапта келеді. Кімде-кім Аллахтан өзге бір жақсы дос бар деп ойлайтын болса, онда ол Раббысын дұрыс танымағаны. Ал кімде-кім өзіне нәпсінен де артық дұшпан бар десе, ол өз нәпсін дұрыс танымаған дейді. Сондықтан да ақыл қойшы, иман қой, нәпсі бөрі деген. Бөрге қой алдырмаған ердің ері дегенде, нәпсінің етегіне ілеспестен ердің ері болай. Уассаллаху тағала аля хайр қалқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.